Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіз. Бүгін тез әрі оңай, небәрі 10 минутта дайындалатын ірімшікті соустағы макарондар дайындаймыз. Алдымен макарондарды қайнатамыз. Макарон піскенше табаға сары майды салып, үстіне ұнымызды салып қуырып, оның үстіне сүтті құйып араластырамыз. Ұнымыз толықтай біркелкі массаға айналуы тиіс. Массамызға тұз, бұрыш, паприка, мускат жаңғақтарын дәміне қарай қосып араластырамыз. Енді сүтті массамызға үккіштен өткізілген ірімшікті салып, ірімшік толықтай балқығанша оттың орташа температурасында 3-5 минут ұстаймыз. Дайын болған макарондарды ірімшікті соустың үстіне салып, макарон соусты сіңіргенше 2-3 минут араластырып отта ұстаймыз. Осымен біздің ірімшікті соустағы макарондарымыз дайын. Тамақ өте дәмді, әрі кез келген кішкентай баланың көңілінен шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.